Сәлем достар, біз бүгін 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары, құқық негіздері пәнінен жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. БЖБ тақырыбы мемлекеттік органдардың конституциялық құрылысы, еңбек жағдайлары, неке қию және тоқтату жолдары бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы заңнамамен еңбек жағдайлары қалай реттеледі, неке қандай жағдайда қиылады және тоқтатылады. Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен рөлі қандай? Оқудың мақсаты: Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің баптарын негізге ала отырып, еңбек жағдайларын анықтау. Неке қию және тоқтатылу шарттарын анықтау. Мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен рөлін анықтау. Бағалау критерийі: білім алушы жұмыскердің еңбек жағдайларын шектейді, неке қию және тоқтатылу шарттарын сипаттайды, мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен рөлін ажыратады. Ойлау дағдыларының деңгейі: жоғары деңгей дағдылар. Орындау уақыты сіздерге 20 минут беріледі. Осы 20 минут ішінде барлық тапсырмаға жауап берулеріңіз керек. Бірінші тапсырма бұл тарауға байланысты сипаттамалар. Ал бірінші тапсырманы оқимыз. Қазақстан Республикасы еңбек кодексіне сай жұмыскердің еңбек жағдайларын кестеде ажыратып жазыңыз. Яғни бұл тарауға байланысты сипаттамалар. Бұл сұрақтардың жауаптары барлығы сіздердің кітаптарыңызда берілген. Сол үшін кітапты мұқият оқып шығамыз. Ал оқып шығайық. Бірінші, сынақ мерзімін белгілеуге, тамақтануға ұзақтығы жарты сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілуге, жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға, жыл сайынғы төленетін еңбек демалысын беруге, еңбек тәртібін сақтауға, аптасына 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақыты болуға, тамақтануға ұзақтығы 3 сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілуге, еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға, аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының сақталған ұзақтығы белгіленеді. Ал жауаптары бұл жерде берілген, яғни көріп алсаңыздар болады. Бұл жерде, яғни еңбек жағдайлары қарастырылған. Бұл жерде сұрақтар, яғни жұмыскердің құқығы, біз тарауға байланысты сипаттамаларды қараймыз. Бұл жерде жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге, еңбек жағдайларын еңбекті және қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға болады. Жұмыскердің міндеті еңбек тәртібін сақтауға. Жұмыскердің еңбек тәртібін сақтау керек. Жұмыскердің аптадағы жұмыс уақыты бұл аптасына 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақыты болуға, және де аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Соңғысы, жұмыскердің таңдау уақыты, бұл тамақтану ұзақтығы жарты сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілу керек. Яғни қалғандар бұл жерде дұрыс емес деп саналады. Келесі тапсырма: неке қиюдың тоқталудың екі жолын көрсетіңіз. Қандай жағдайда неке қиылады? Яғни ер мен әйелдің өзара келісімі арқылы 18 жасқа толған ер мен әйелдің ағаш бөліміне некеге өтініш бергенде, барлығымыз белгілі нәрсе, қандай жағдайда неке тоқтатылады? Ерлі-зайыптылардың бірінің өлімі немесе дүниеден өткені туралы соттың хабарламасы, яғни анықтамасы керек. Екіншісі бұл ажырасу. Үшінші тапсырма: төмендегі жағдайларды оқып, берілген сұрақтарға жауап беріңіз. А тапсырмасы: ерлі-зайыптыларды кәмелетке толмаған 2 баласы бар, күйеуі ұзақ уақыт жоқ болғандықтан соттың шешімі бойынша оны хабарсыз кеткен деп таныды. Әйелі қалай және қай жерде некені тоқтата алады? Яғни бұл жерде тоқталатын болсақ, жауабы: ерлі-зайыптының бірі хабарсыз кетті деп табылса, неке жарамсызданады. Яғни белгілі бір уақыт болу керек. 1 жыл немесе 2 жыл уақытта келмесе, неке жарамсызданады. Екінші сұрақ бұл: 18 жасқа толмаған Арман 16 жасқа толған Әселмен некеге тұруға ағаш бөліміне өтініш жазады, бірақ ағаш бөліміндегі қызметкер олардың арызын қабылдамайды. Ағаш органы бөліміндегі қызметкер неліктен арызды қабылдамады? Қазіргі уақытта некеге тұру үшін Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілгендей, некеге тұру уақыты жасы 18 жастан асу қажет. Яғни сіз оған дейін некеге тұратын болсаңыз, бұл заң жүзінде қудаланады. Яғни заң жүзінде бұл дұрыс емес нәрсе.
Ал достар, біз бүгін сіздермен БЖБ тақырыбын аяқтадық. БЖБ тапсырмаларын аяқтадық. Біздің каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі уақыттарда да осы сабақтардан БЖБ тапсырмаларын талқылап отырамыз. Сау болыңыздар.